Ассалаумағалейкум. Біздер Шығыс Қазақстандамыз. Біздер қазір Аягөзге жаттық. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Эфирде Таң ат баласы YouTube арнасы. Жалпы біздер Алматыдан шығып, Қонаевқа соғып, Талдықорған қаласында бір күн қонып, сол жерде өзімнің көлігімді сатып алған қожайынымен кездесіп, оның үйіне барып қонақтандық. Өзінің үйін кішігірім рум-тур жасап, яғни ауласына, соны көрген болатынбыз. Ассалаумағалейкум. Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Пойдет нормально. Надо келіп кетсін үйге. Көлігіңізді алып келдік, аман есен. Тумаластарына. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы өздері. Алында көлігіңіз қайда? Жүріп кетпейм. Қарайды да соны. Сол интересно болып отыр. Бұл қай жылғы? 76. Миллиметр болып тұр ғой мына жерде. Да, родной, абсолютно. Обшивка, запаска, набор Сток, да, ключей, короче? верно. Сток ба? Я. Енді бұйырса 200-ке келу керек шығар, да? Мен неге рамға отырып алайын? Рамға отырып алыңыз де алға. Все, Саке. Все. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Рахмет сізге де. Давай. Енді бұйырса Ақтауға барғанда телефон соғамын. маған соғыңыз, проблем жоқ. Енді болашаққа тағы жол жүріп жатса бір расписание ма қалайды жаңа. Бұйырса, Хорошо. Все, жақсы. Сау болыңыз. Алакөлге қарай бағыт алдық. Енді жолдың бойы өте керемет, жолдары да сапалары жақсы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Аман есен ұйқыдан оянып алып, енді Алакөлге қарай бағыт алдық. Жалпы қазір Талдықорған қаласындамыз. Осы жерден таңғы ас ішіп алуымыз керек. Одан кейін бұйырса сол жолға шығатын боламыз. Жалпы жаңадан салынған трассаға түстім. Енді қарап отырсаңыздар, барлығы бір тарапты жол. Одан кейін жолақтарының барлығы четко сызылып, бәрі орын-орнымен белгілердің барлығы қойылған. Өте керемет болып тұр. Дәл осы бағытпен енді бұйырса жүріп отырамыз. Бұл жолдың қаншалықты сапалы екенін де бір байқап өтетін боламыз. Сондықтан да арнадан алыстамай, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Енді жолдың бағытын көрдіңіздер, өзгеріп кетті. Манағыдай бір тарапты жол емес, енді қарама-қарсы жолға осылайдан түсіп алдық. Бірақ дегенмен де жолдың сапасы өте керемет әзірше. Жалпы айта өтетін мәселе, енді дәл осындай жолғы, жолдың енді сапасына әңгіме жоқ. Бірақ деген, неге осындай жол салған кезде енді алыс қой, арақашықтары алыс, оны дәл осындай қарама-қарсы қылып қояды. Бір бағытты қылып жасап қойса, бәрі де құда да тыныш, құдағай да тыныш болып айдап отыратын еді. Ал міне отырға фура кетіп баратыр, мына жерде сплошной сызып қойған. Сол сплошноймен отырасың, мысалға трассада 80 ұстап деген сияқты, 70 қайта-қайта. Сол мәселелердің бәрін салғанда сразу кәдімгідей. Білмеймін енді. Үлкен қылып салып ұстауға болатын еді. Мынау да енді былай қарасаңыздар, республикалық маңызы бар жолдардың бірі ғой бұл да. Себебі шығыс пен оңтүстікті қосып отырған жолда былай қарасаңыздар. Талдықорғаннан шамамен 285 шақырым жол жүріп, Жетісу облысы Алакөл ауданы Ақчи ауылына да келіп қалдық. Солға қарай бұрылсақ, Ақчиға қарай кіріп келе жатырық. Алло, бос орындар бар ма екен? Бүгінге жоқ. Бүгінге жоқ, жақсы, рахмет. Әрең дегенде бір екі қабатты осындай ғимарат, демалыс кешен. Дәл осындай, короче, екеу, төртеу жататын
ішінде бір телевизор бар, холодильник бар, кондер бар, және душевой бар. Осының барлығы таңғы аспен 39 000 теңгеге шығып жатыр. Енді басқа жоқ, короче, варианты. Осыған қонып кетеміз. Қараңыздар. Кипиш толып жатыр ғой. Жалпы жағасын қарайтын болсақ, бұл жерде галька да, андай тастар. Құм емес. Отыратын жер жоқ қой мына жерде. Су тереңдеу сияқты, себебі жағасының өзінде адамдардың бойлары былай қарасаң мойнынан келіп тұр су деген. Это хорошо. Жалпы Алакөл маған ұнады шыны керек. Себебі бөлек екен, бөлек. Бірақ мына жерде қарап қоймасаңыздар, жалпы адам өлімі болып кетуі әбден мүмкін. Себебі мынау бала мына ровно еместе кетіп бара жатыр ғой. Деп жатыр ғой, короче. Түсініп қалдым да, уже болды, бітіп жатыр шаруасы. Бергелді беліп суырып алған соң. Одан кейін жүгері жеп отырық мынадай. Біреу жүгері, екі жүгері, үшеу, төртеу, бесеу. Кеш батысымен ауылдың ішін аралап, жақсылап демалып алып, таң атысымен қайта суға түсіп, таңғы ас ішіп, қимастықпен шығысқа қарай бағыт алдық. Жалпы кеше бір Алматыда оқиға болған, пәтер бойынша да проблема болған. Жаңағы жалдап алған пәтеріміздің пин-кодын ауыстырып тастап, біздер полиция шақырып, короче, сөйтіп жүргенде соның барлығын рилсқа салған болатынбыз ғой. Инстаграмға және тиктокқа. Кеше мынау ең бірінші басында да салдым ғой енді. Соны салғаннан кейін нөл болып тұрды. Қасына атпайды екен ау дедім. Бар қарайын тағы нөл. Қача бір адамды көрмедім ма деп жатырмын да. Сонымен құршыныш деп есік бейті жаптым да кетіп қалдым. Бір айналып келсе 5000 болып тұр ғой. Сонымен қазір 1.100.000 деп, бірақ андай лайк бәр келіп жатыр, комментарий келіп жатыр. Қазір мына 1.100.000, может тағы бір сағаттардан ба қарасам 2 миллион прямой болады шығар деп отырмын да. Тағы қатып тұр ма? Қатып қалды, кешегінде қатып қалды. Кеше 0-мен бар ғой, 1 сағат қатып қалды ғой. Сосын кішкене саябыр сайт да, содан кейін істегенде көтеріледі да. Ана уже жетіспей жатыр да, короче. Тиктоктың өзі үлгермей жатыр ма? Сен оқырмандарың қарап жатыр. Енді мүмкін емес, қарашы статистикасын. Уже 37 000 лайк, 300 бірдеңе комментария сохранить етіп алған айтшы, 1800 адам сохранить етіп алған ғой. Оны не қылайын жүрді? Соны айтшы. Ертең мен тиктоктан жаңағы милициямен қырылған деп танитын. Ат басын біздер Аягөзге қарай бағыттадық. Аягөзге жеткенше жалпы жолда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Біздер қазір Аягөзге жақындап тұрық. Енді Аягөзден біздер Рахман кілтіне баруымыз керек. Ол бару үшін 3 жол шығарып тұр маған. Біреуі Өскеменнің үстімен, біреуі мына Курчумның үстімен, үшіншісі Зайсанның үстімен. Бізге бір жүрген кезде бір талай жер көріп тастау керек болып тұр ғой. Иә. Көрсеңіз, жол көргіңіз келсе, сол қайтарда Өскеменге бармай-ақ, мына Катоннан шыққан кезде нарада неме тұр ғой, 6 зирановск жарайды. Большинарынан Күршімге шыға салыңыз. Сосын Күршімге шығып Самарск емне. Иә, Самарск тұр сол жерде. Самармен өтіп, арасы 12 километр ғой, Самарға дейін. Пароммен өткеннен кейін 15 километр жолсы. Өтіп, жаңа Көкпектің районный центріне келесіз. Содан Қалбат өгіп. Жоқ, мынау енді 90 километр деп тұрсыз ғой мынау. Мынаның арасы 90 километрде көзімізді жанымыз шыға жүрмей ма 90 километр? Мен бір рет Ақтөбеде Қандағаш пен Ембі дейтін жер бар еді, бір 90 километр. Сол кезде жаным шыға жүрген, сол жолмен өткен кезде. Қазір мұнарадан асфальттар, Қалбатау мен Немненің асфальты бар ғой, екі ортасы 90 километр деп тұр ма Көкпектерге. Жолын сабатыр. Енді жол жаман тоже. Мына жақтікі вообще жасалмаған жол ғой, мынау бұрынғы Совет өкіметінде карта ғой. Өзіміз олар енді Қытайлар салатқан жаңа жолын. Өскеменге дейін періп өтесіз. Мына салынып жатқанның барлығы Қытайлар салып отыр еді, жақсы салып отыр негізі. Қайтет болады. Бұлай жақсы сияқты маған қарағанда. Сол енді менің вариантым Өскемен дұрыс па деп ойлаймын да. Жол жөнекей бірден көп болса да кісі адамның олары бір мәшіне тоқтайды. Мына жаққа міне мен жаңағы сен айтып оңға бұрыламыз деп отырған жеріңізге мен автобус тосып отырмын, 2 сағат болды.
жоқ жоқ ештеңе. Аягөзге келіп тұрмын ғой енді. Приключение керек болатын болса, бұрылып кету керек та оңға қарай. Жаңағы Новый Майлин дейді, сол ауылмен әрі қарай Көкпеттіге қарай көтереді дейді. Оның барлығын жол жасап жатыр дейді да. Тағы да бір адамдардан сұрақ қарағанда. Ең тынышы Өскеменмен кеткені жақсы дейді. Қайта объездейсіз ғой да? Шашатып жүре ма? Мына орын жақсы трассасы жасалған. Осыдан Өскеменге тересің. Анда Георгиевден поселок бар. Былай Семейге кетеді, былай Өскеменге кетеді. Трассасы идеально. Все, онда сол жолды Өскеменге дейін, Аягөзден Өскеменге дейін 300 километр. Бұрып барасың, Семеймен айлана. Түсіндім. Жол бойы келе жатып Абай облысы, Жарма ауданы, Жаңғызтөбе кенттік әкімдігіне қарасты Шуақ ауылына соғып кеттік. Жаңғызтөбеде келе жатып, мынандай бір ғимараттарды көріп қалдым. Енді барлығы бос тұр да. Соған бір кіріп шыққым келіп отыр. Ассалаумағалейкум бар. Қалайсыз, жақсы? Шүкір жақсы. Бұл Шуақ ауылы, иә? Кезінде не болған мұнда? Жардық болған ғой? Военный ма? Ресей әскері болған ба? Сонда қалай? Или полигон ба? Ресей әскері дегені бірақ Бұл вот айтты. Бұл, короче, кезінде военный карток. Бұл Қазақ СССР болды ғой? Иә. Сол кезде военный карток бұл картада көрсетілмеген. Мына жер ма? Бұл жерде осы ауылдың енді өтірік айтпасам 50 шақты ракет комплекс тұрған. Осы ауылда ма? Скрытный да? Аймағында. Мұнда ең атар бар ғой? Иә. Содан үлкен болған мұнда войска. Қазір бүкіл бар. Қазір мұнда бір 3-4 жыл бұрын 4 зона болған. Зона? Қазір бір зона қалды. Колония ма? Не колония? Қай жерде ол колония? Осы жерде ма? Базар. Мына жерде БС болды 17, ар жағында 18 общий болды, а жерде колония поселение. Сіз осында тұрасыз ба? Жұмыс жасап отырсыз? Түсінікті. Мына енді осы адамдар тұратын осы жерде сонда апайлар Шуақ, мына не жаңағы Жаңғызтөбенің адамдары ғой да осы жақта тұратын сонда. Все хорошо, барма адышы. Ян жерде апайлар бәрін. Болды, сұрақ келейін. Саламатса. Қалайсыз, апа? Апа, мен есім Парахат болады, жалпы YouTube арнасын жүргізем. Жаңа деген жол бойы өтіп бара тұрып, мына ғимараттардың барлығы бос тұрғасын. Интересно болып қалды, ешқандай не жоқ. Просто сұрастырайын деп едім ғой осы туралы. Сіз білесіз ба бұл жердің не болған кезінде деген сияқты. Саламатса. Болды ғой одан кейін қазір. Олар көшіп кеткеннен кейін осылай қалған ғой енді. Екеу. Қанша адам тұрады мұнда жобамен? 500 адам. 500 адамдай тұра ма? Түсінікті. Кімге жасайын апай? Бүгін тегін емес пе ана? Бүгін жұма ғой. Жұма, ала беріңіз. Қаулыс. Вообще мұқтеппін қазір. 500 адам тұрса да Құдайын ұмытпаған Шуақ екен. Не де болса нан тегін таратып жатыр. Ғазымен статусқа салар. Вау. Қабыл болсын. Сіз осында тұрасыз ба жалпы? Я осында тұрамын 10 жыл болды. 10 жыл болды? Вау, керемет. Семейден көшіп келдім. Семейден көшіп келдіңіз. Мен бірінші көріп атқасын сол үшін тоқтап атқаным ғой, жалпы біздерде. Қалай өтіп көрсетедіңіз? Біз Өскеменге қарай неге кетіп батырып, Катон қарағанға. Сосын осындай бір ғимаратта болғасын, маған интересно да өзім, сосын тоқтап. Бұрын кезінде бұл жерде қанша зона болған ғой? Колониялар, да? Колониялар. Одан кейін жабылып қалды. Осыдан 2 жыл бұрын 2 колония шығарылды. Жабылып қалды, да? Ол жабылған себебі оны асырай алмаған ба? Білмедім ол жағын. Көшті просто. Жан-жаққа көшті. Қазір бір-ақ колония бар, да? 21 зона, әйелдер зонасы. Керемет. Қалай жалпы тұрмыстар жақсы ма? Жүріп жатыр? Жақсы, көріп жатырмыз. Ол Жаңғызтөбе мына жердегі, да? Ол ауылда қанша адам бар? Ол жағын білмедім. Біртайлай. Түсінікті. Сонда
Мынаяқтың основной жұмыс көзі не? Жұмыс көзі адамдардың. көз орындап анда зонада істейтін кісілер тұрады. Одан кейін ар жақта ВВС бар 47-017 деген. Жарты санда тұрады. Садик бар, мектеп бар, как положено. Осы ауылда бар ма садик Мына мектеп? жерде тұр. Мына жерден былай ұзынан өтсеңіз мектеп бар, қасында садик бар. Жұмыс жасайды. Керемет. Нешінші класс оқисыңдар? Мектеп оқисыңдар ма? Садик па бәрің? Нешінші класс? Осы мектептерің қайда? Мектептеріміз ортада. Ана жақта да? Сіз бізді видеоға түсіріп жатсыз ба? Иә. Ассалаумағалейкум деп қой. Уағалейкум ассалам. Аға, сіз неге фото түсіресіз? Мен сол жұмысым сондай. Типа, анандай жұмыс бар ғой, анандай. Қандай? Блогер ма? Блогер, вот, міне. Блогер. Блогер емес, ютуберде. Я ютубер. Ютубер. Все, достар, кеттік біздер дальше. Қазір осы бір ғимараттар ішінің біреуіне кіріп қараймыз. Қандай күйде болып тұрған. Енді қандай күйде болғанда түсінікті ғой барлығы. Мынаның барлығы терезелерін көріп отырсаңыздар, өртеп тастаған. Подъездің кіреберісі. Кәдімгідей жутия болып тұр конкретно. Ё-май, глухарьды андай бір кинолардағы әсер болып тұр да, шыны керек. Хей! Кім бар? Мен кіргім келіп тұрған жоқ. Біздің контент негізі бұндай емес еді ғой. Кіргенде пайдасы жоқ сияқты мына кірген. Қалай ойлайсыздар? Бір-екі бөлмесіне кіріп шығуға болады жалпы. Құлап кетпек ең басынан қараңыздар қалай болып тұрған. Яқта біреу болған мына жерде. Свежий су жатыр да. Полдар түсіп кетеді. Бұл ужас па келіп тамағымның жабысып кетсе мысалға деймді. Сонымен осындай Шуақ ауылына келіп аяқ асты кіріп шыққан жеріміз неде болса. Жалпы бұл жердің адамдарымен әңгімелессек бірталай ақпарат аламыз деген ойдамыз. Дегенмен де бізге жол жүру керек, кете береміз. Жаңа Шуақ ауылынан өткеннен кейін бірақ скучно болып кетті шыны керек. Одно и то же обез қайта-қайта бір арқайын отырайын десең обез. Енді Аллаға шүкір әйтеуір жолды жасаңдаршы деген несінде әйтеуір жолды жасап жатыр әйтеуір. Соның өзіне шүкіршілік, енді обезге де шыдаймыз ғой деген ғой. Ал бәйбіше, Өскеменге де бір 25 шақырым қалды. Қалай, жақсы кәтсің ба? Шаршап кеттім. Шаршап кәтсің ба? Негізі шаршатты жолда. Айтпа. Мен де шаршап кәтір, шаршатты жүрді жалпы. Просто айтпай отырмын, шаршап отырмын. Айтпай отырмын? Жаман энергиям шығып кете ма деп. Мына үш балаң да шаршады деп отырсың. Істейміз, катонға бүгін жете алмаймыз ау, Себебі объездной жол шаршатып жүрді мені негізінде. Бүгін бұйырса ондай болатын болса Өскемен қаласында қонатын боламыз. Өскемен қаласына келіп жеткен болатынбыз. Өскемен қаласына жеткенше дейін ол жерде де жалпы жөндеу жұмыстары бар жолда. Одан кейін Өскемен қаласында келгеннен кейін менің бауырым Бақытбек солармен жолығып, оның жанұясымен жолығып, және де қасында Бақытбектің бауыры және менің де бауырым Ғайнен Елболсын. О, келік, уалейкум ассалам. Қалай жағдай? Не хабар, амансың? Кәдімгі Нұрлан мен Мұрат сияқты болып жүрсің ғой примерно. Келіп қалдың Өскеменге? Келіп қалдық. Дұрыс.
Ассалам. Уалейкум ассалам. Жүре. Қалайсың? Бек, ассалаумалейкум айды. Суды көрсе болды уже. Мания оларда. Қалайсың? Шампуньдарын қайда? Бас жуып андай-мында жоқ па? Қалай екен су? Короче, сүңгіп алайық сосын общаться етеміз. Так, Өскеменде бас қосқанымызға байланысты білмеймін, бірдеңелер келіп жатыр мына жерде. Жалпы бір керемет отбасы болған сияқты ғой, баке. Че там, не план енді? План қандай? Иә. План қазір Магнум дейтін супермаркетке кетіп Қаттырақ сөйле. керек заттарды алып алып, орманға кету, талдың астына отырып қалу керек болып тұр ғой. На картах па? Иә, на картах. Да, жолда, короче, мынандай бір жерге кіріп баратырық, білмеймін қай жаққа екен. Баха, короче, ночлег іздеп жатыр енді, қонып кететін жер. Жолдың бойында келе жатып, дәл осындай бір локацияға тоқтап болдық. Мына жаққа палатка құрып жатырық. Мына жаққа шай ішеміз, типа. В общем, бөлісіп екі мәшінге жатып алуымыз керек болып тұр. Жағдай солай. Так, кешкі шай жүріп жатыр. В общем, жатып алдық, аяқты созып, уах, шай келіп жатыр. Ұстап отырам. Не бар біздегі шайда? Жамақ дейсің. Мынау, короче, шайға туда-сюда. Анау мынау. Мынау келін. Мынау мен деп қоясың ғой. Мынау тағы бір үлкен келіндер. Ассалаумалейкум, қайырлы таң. Короче, кеше палаткеде қонып қалдық. Аяқта барха, брат. Далада қонамын деді ғой, общем, далада жатамын деді. Қаяқта тұрып, вообще түсініп атқан жоқпын, общем, екі машин былай тұр. Кеше мына жерде шай іштік. Так, менің балдарым қайда екен, не істеп жатыр? Ұйықтап жатыр, короче. Мынақты ел болсын, братишка. Оран болған, походу тоңған сияқты. Жол ма бірдеңе, короче, мынақты. Таңғы сағат 5-те қозғалып кеттік. Табиғат керемет болып тұр. Осы табиғатты көру үшін ғана осы жерге қонып, күндіз жүріп баратқан жайымыз бар. Әне. Шапақ қайда? О, бәрекелді. Жалпы Алматы Өскемен 1000 шақырымдай, ал Өскемен Қатон-Қарағай 350 шақырымдай. Таулы аймақтармен жүріп отырасыздар. Жол бойында жаңа Бұқтырма ауылына соғып, сол жерден таңғы асымызды ішіп, Қатон-Қарағайға бағыт алдық. Жалпы Алтайдан газ құяйын деп жатырық. Газдың бағасы 84. Алматыдан арзан, былай қарасаңыз. Оны бак құйып алу керек болып тұр. Енді жалпы кеше Өскеменнен құйғаннан сол жаңа құяйын деп жатырық бұйырса. Үлкен нарында газ бар дейді. Одан әрі Қатонға дейін уже газ болмайды. Сол себепті азайған газымызды толтырып отырған жайымыз бар. Ал бұйырса Қатон-Қарағайға кіріп келдік. Міне кіре берісімізде дәл осылай бір қыз бен жігіт күтіп алып жатыр бізді. Қатон-Қарағай деген жазуымен міндетті түрде бір фото жасап аламыз дәл осы монументтің алдында. Дала енді сап-салқын болып тұр, өте керемет болып тұр. Жалпы шортымен жүріп, ешқандай тоңып, ондай не болып атқан жоқ. Қатон-Қарағай ауылына жеткеннен кейін төменірек кеттік, яғни Рахман қорығына қарай. Шекаралық аймаққа келгеннен Өрелден өтіп, Берел деген ең соңғы ауылына келдік. Қалай жеттіңдер, Баха? Жақсы жеттіңдер ма? Қазақстаннан шығып кеткенсің ғой. Нейтралкада жүріп пе? Приветствую всех.
Экстремал или что? Да, мы на озеро ездили. Отдыхаем, ездили вниз тоже. Понятно. Откуда? Зырянск. Зырянск? Да, слышал такое. Где отдыхаете? Ездили на озеро Шындагатуй. Шындагатуй? Это уж почти возле Китая, что ли? Что? Нет, это вот сейчас вот едешь туда, приграничная зона. Арчиты проезжаешь, потом на заставе отмечаешься, пропуск там берешь. Еще дополнительно, да? Круто, круто, что-то мне нравятся ваши игрушки. Тоже на машине катаюсь. У нас там эвакуатор еще идет. Это дополнительно. Мы грузим все туда и потом на эвакуаторе сюда везем. Жүрстерін көрдіңіздер ғой, біздікі көлікпен болатын болса, бұлар мына техниканың барлығын манипуляторға тиіп алған. Одан кейін өздері джиппен келіп кәдімгідей демалып отыр да. Осындай уровеньге көшу керек бәрімізге де. Кеттік па Берелге? Кетейік, тоқтамайық. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Енді келіпсіңдер ма? Қай жаққа барасыздар? Рахман күлкіне. Рахман күлкінші жабық емес пе? 8-ге дейін ашық. 8-ге. Біздер мұнда үйіміз бар, соған жұрда келеміз. Солай ма? Иә, демалуға. Қай жерде үйіңіз? Мына шетте бір шетте. Барып қазір дискотека жасайық. Давай. Барайық па? Жалпы енді Рахман кілтіне баратын болсақ, осы Берел ауылынан 15 шақырым асфальт жол, одан әрі 15 шақырым қара жол дейді. Осы жолмен енді жайлап кете береміз, көреміз алдымыздан не шығады, қалай болатынын. Жатырық. Мынандай қызыл үйлер кездесіп жатыр алдымыздан. Қарап отырсаңыздар, Лада Калина жеңіл мәшінде көтеріле алады бұл жерге. Келіп қалдық. Арасан Қайнары санатория екен, иә. Дұрыс, бұл санатория. Санаторияларда орын жоқ қой по-любому. Қанша уақыт кіруге? Жалпы мына бір жоғардан көтерілгеннен кейін парковканың оң жағында мешіт орналасқан. Бұл мешіт жалпы Қазақстан бойынша ең биік нүктеде орналасқан деп маған ақпарат беріп жатыр. Мечеть Аль-Куддус. Аль-Куддус мешіт екен. Ассаламағалейкум. Құбыламыз, айналамыз жоғардағы. Мінбер. Намаз оқуға барлық ыңғайлы. Ауасы тап-таза. Одан кейін салқын кәм. Мен үстіндегі ветровкіден өтіп баратыр жайлап салқын. Сондықтан да егер келетін болсаңыздар, қалың киімдеріңіз болған жақсырақ болады негізінде. Бұл енді осы Рахмановский ключи деген осы болады екен. Мынақта қайықтар тұр. Ұзақ жүрдік қой, қарайықпыз. Жанып тұр ғой. Жылы ма? Неге адамдар шомылмай жатыр мұнда? Или болмай ма екен? Сезонды жайлап ашып жібермедің бе? Ана балықтар қара, мелкий балықтар қара ішіндегі. Ана жаққа барып білік. Не болматқан қарайық. Ара шағып алды? Қайсы? Жатыр, көрсет. Көрсет. Йо-майо, құлағыңды неге беріп жүрсің араға? Шығып кететін еді ғой. Ішіп тұрған ғой, ішті кетпес. Құлағы, екі құлағы бар ғой дейші. Иә. Бір құлағы бар ғой сапасында. Ладно. Ассаламайкум. Уағалейкум ассалам. Жатыс жайлы olsun. Рахмет. Міне бір мұсылман сәлем беріп
бір марқайып қалдым ғой. Біз жүрген жерімізде сәлем береміз. Адамдармен сөйлесеміз. Өстіп үйрет. Ыссы ма су? Жылы 30 градус. Кіреміз ба? Кір, қасыма жатшы. Қасыма жатшы жамайды. Дұрыс өте дұрыс. Бұлай беріп орын берейін. Резин? Қой құрсын, машин қайда, біз қайда? Походу ғой бәрі. Не керек полотенце? Сразу киініп аласыз? Не керек ол? Соны айтты, жаз емес па дала деген? Соны айттым. Тамыз болып тұрса бұл. Біздің обычно бұл. Біздің шығыстың ауа райы солай. Иә. Ақтаудан ба? Ақтауға сәлем. Басқа не бар мұнда? Білесіз ба жалпы мына мекен туралы? Сол жағымызда тауға шықсаңыздар Белуха деген мұзтау. Мұзтау көрінеді. Иә, оны естуіміз бар Белухамен. Кеше барып шығып, қызымыз екеуміз 2 сағат ары, 2 сағат бері. Белухаға бардыңыз ба, жеттіңіз ба? Жоқ, жете алмайтын шығарсыз ғой. Бәсе, иә. Жоқ, оған жетесің ғой бара берсін. Вертолет аппарат деп еді ғой. Вертолет Белухаға ма? Иә. Жоқ, енді вертолет шілей болып кететін шығар бізге. Неше теңге ол? Бағасын білмедім, алып барып әкеледі деген. Жылқымен бара ма жалпы? Барады. Ат бар осында 5000. Алыс қой ол Белуха деген. Иә, алыс. Мен ол туралы естіп едім жалпы. Мұзтау. Иә. Ол деген кез келген уақытта көрінбейді ғой ол. Кеше көрінді ма? Кеше көрінді. Мақаншыдан кепсін көрінейін деп көрінді. Болды. Ол каждый раз көрінбейді. Онда бізде Ақтаудан келдің, біз бүгін көрінбейміз деп тұрма сонда? Мүмкін. Қайсы енді бізде кіріп көрейік, не қылса. Қалай ойлайсыздар, кіре аламыз ба екен біздер? Так, неге болса енді бізде қарайған километр жүріп келгеннен кейін мына радоновый суға кірмесек ұят болады-ау деп ойлап тұрсыздаршы. Жып-жылы екен ғой. Мен де ойлап болам ғой, мен келтім қайда екен деп. Болды ма? Қалай бәке, қалайсың? Құлағың жоғысы бар. Құлағың жоқ ана. Ибра. Жүр арақта. Кайф қой, не айтасың? Радонның сәл салқында тұр ғой, короче. Ералдағы радонның. Не істейміз бақа? Жылы жерде отыра береміз ғой, кішкене көлге түспедік па? Сәл кейінірек барайды. Кейінірек? Кімге қараш, гелікке қараш кірем дейді ғой. Кіреміз, барамыз. Кеттік онда. Гелік, жүгіру керек, короче. Кеттік. Неше метр? 1 метр ма? Адалат нештеген жоқ қой, да? Кеттік ана. Жүре алмай қалды ма? Аяқ. Зафир ұзаттың өсіне. Қай тұр. Кішкене жылы алма. Бұзайсың. Дейінен ысып кетеді екен мынаған кірсе. Сразу ма? Сразу, әдемі ғой. Жот, айғаланды. Әдемі. Өте керемет. Қайтшы ғой екен. Еще мына баланы айтшырсың. Айтып отырмын, жолда көл бар, теңіз бар. Су атауының барлығына түсіп жатыр көші. Ол ыссы болсын, ол мұздай болсын көші. Сен өзіңнен
балаңды да уладың ғой. Біздер енді мысалға кеше жаңа неден Өскеменнен бері қарай түсіп келдік қой да, кәдімгі жолмен, автострадамен да, серпантинмен. Ендігі мәселе ол жолмен қайтып өткіміз келмей тұр да, жаңағыдай пароммен өткіміз келіп отыр. Күршімнен дұрыс бола ма? Онда Байшананан барасыңдар да, ана Күршімнің қарабымен өтті. Сол қаяққа келем сосын мен ар жағына? Қай жаққа қайту керек? Маған Семейге кету керек. Так, Семейге. Ана Қыдан келетін ауылға ма? Көкпек ма? Қалай? Көкпекті. Иә, соған кетем ба сонда? Иә, солай баруға болады. Басқа ол жол жасалып жатыр дейді ғой жалпы. 90 километр емес па? Негізі Өскемен басамын жақсы енді. Енді мен мысалға жаңа Бұқтырмадан Курчумнан өтем ғой ары қарай. Содан қалай кетем? Құлынжан соны оң қарай кетесің. Сразу жоғарыға көтерілем қайтадан да? Оңға, иә, оңға. Главный беріп соны оң қарай бұрылсаң, так 145 неге дейін, ана жерде 18, сонда қанша 165 километр ғой. Өскеменге ма? Өскеменге 165 километр. Уже келіп тұр екен, онда тез барады екен да? Иә. Түсінікті. Онда да серпантин бар, бірақ мына жақта серпантин жақсы. Кішкене былай қауіпсіздеу де, былай айтқанда. Сосын Өскеменнен ары қарай жаңа Аягөзге шығып кете береміз ғой. Аягөзге шығатын адамдар бар, бізде сосын Семейге шығатын адамдар бар ғой. Көкпекті ма соған барамыз ба сонда? Жоқ, Көкпекті бармайсыздар, одан ары қарай Өскеменнен Қалбатауға дейін 110. Қалбатау мен айтып отырғаным. 110 километр Қалбатау. Ал Қалбатау мен Аягөздің ортасы 200 километр. Ал мына Өскеменнен ары қарай кететін болсаңыздар 200 километр. Өскеменнен 200 ба, 300 ба жаңа Аягөзге дейін? Жоқ, Аягөзге 310. Мен Өскеменге деп отырмын, Семеймен. Иә. 310 километр. А былай... Жаңа Қалбатаудан Семейге ше? 150 километр. 150? 147, если точно. В общем, 300 километр қалай болғанда да, Семейден Өскеменнен Семейге жету да? Былай 200, былай 250. Сізде жақсы демалыңыздар аға, рахмет. Амин. Жаңа неңізге. Жақсы, аман болды. Сау болыңыздар. Жақсы демалыс болсын. Хорошо.